Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен цветная капустадан осындай тіске басар әзірлейтін боламыз. Алдымен капустамызды осылайша кішкене етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Барлығын осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Кейіннен таза суға бір жуып алатын боламыз. Осы уақытта суымыз қайнап тұрған болу қажет. Тұз салып, капусталарымыздың барлығын салып, бір қайнатып аламыз. 3-5 минут уақытта қайнатамыз. Одан артық қайнатсақ, капустамыз жұмсақ қатты бұлжырап кетуі мүмкін. Мінекей бұрқылдап қайнап бастады. Майдалары осы кезде уже пісіп қалды. Ірілері сәл ұзағырақ тұрды. Қайнаған капусталарымыздың майдасынан бастап алып бастаймыз. Мінекей барлығын алып болдық. Капустамыз суығаннан соң бөлек ыдысқа жұмыртқамызды тұз, бұрыш салып, дәміне қарай жақсылап араластырып, капустамызды қуыратын боламыз. Жұмыртқаға алдымен араластырып аламыз, біркелкі етіп. Кейіннен қызып тұрған майда қызартып қуырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Мінекей қызартып қуырып жатырмыз. Дайын болды. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеле кетіңіздер. Ас болсын баршаңызға.